Қайырлы күн баршаңызға. Оңай әрі дәмді жасалатын самсаны дайындаймыз. Бізге керегі ұн, сары май, қаймақ, жұмыртқа. Алдымен сары май мен ұнды бір келкі етіп араластырамыз. Одан соң жұмыртқа мен қаймақты қосып қамыр илейміз. Қамырымызды пищевой пленкаға орап 30 минутқа мұздатқышқа саламыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. Пиязды өте ұсақтап турап, суы шыққанша езіп аламыз. Оған фаршты дәміне қарай бұрыш тұзымызды сеуіп араластырамыз. Салмамыз дайын. Дайын болған қамырды әр бөлікке бөліп, ұнды сеуіп, дөңгелек етіп жаямыз. Ішіне салмамызды салып, үшбұрышты етіп ораймыз. Дайын болған самсаларды 10-15 минутке бетін жауып, көтерілгенше қоя тұрамыз. Оған дейін пешімізді қыздырамыз. Көтерілген соң, самсаның бетіне жұмыртқаның сарысын және күнжітті сеуіп, қыздырылған пешке 180-200 градусқа пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.